Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Бауыржан Батыр. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – Бауыржан герой. Жаңа сөздер, новые слова. Батыр – герой, балуан – борец, жазушы – писатель, тану – узнавать. Тағы да қайталайық. Батыр – герой, балуан – борец, жазушы – писатель, тану – узнавать. Сөздік дәптерге жазып алыңдар. Оқы, қайтала, читай, повторяй. Бауыржан Момышұлы батыр. Айтылым. Устная работа, екінші тапсырма, мәтінді оқы. Қазақтан шыққан тағы қандай батырларды білесің? Второе задание. Прочитайте текст. Каких еще казахских героев вы знаете? Біз Бауыржан Момышұлын батыр ретінде танимыз. Мы знаем Бауыржана Момышұлы как героя. Ол көптеген өлең, кітаптар жазған. Очень много стихов, книг написал. Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде жазушыға, ана тілін ардақта, досма деген өлеңдер шығарған. Бауыржан Момышұлы в военное время написал такие стихотворения, как «Писателю», «Уважай свой родной язык», «Другу». Ол «Мәскеу үшін шайқас», «Куба әсерлері» атты кітаптарында авторы. Бауыржан Момышұлы автор таких книг, как «Битва за Москву», «Влияние Кубы». Жазылым, письменная работа. Пишем в тетрадку. Үшінші тапсырма, төменгі сөздерді қатыстырып, сөйлем құра. Используя данные слова, которые даны внизу, нужно составить предложение. Записываем в тетрадь. Мысалы, Бауыржан батыр, Бауыржан герой и так далее. Продолжайте. Далее, четвертое задание, төртінші тапсырма, көп нүктенің орнына қажетті әріптерді қой. Вместо многоточия нужно поставить правильные буквы. Например, первое слово балуан. Тоже записываем в тетрадку. Это у вас письменная работа. Айтылым, бесінші тапсырма. Өзің тұратын жерде қандай батырлар бар? Айтып бер. Устная работа. Пятое задание. Там, где ты живешь, каких героев знаешь? То есть, какие еще герои есть у вас? Расскажите. Есте сақта, запомни. Бауыржан Момышұлы қазақтың батыры, жазушы. Бауыржан Момышұлы казахский герой, писатель. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Үйге тапсырма, домашнее задание. Жаңа сөздерді жаттау, выучить новые слова. Давайте еще раз повторим. Батыр, герой, балуан, борец, жазушы, писатель, тану, узнавать. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.